Сарбұлақ ауылындағы мәдениет үйінде балаларға арналған бірнеше үйірме жұмыс істейді. Өнерге әуес шәкірттер аудандық, облыстық және республикалық байқауларда жүлде алып жүр. Ал 2 оқушы осы үйірмеден кейін жоғары оқу орнына түскен. Толығырақ тілші тарқатады. Сарбұлақ ауылындағы бұл нысан 1976 жылы қолданысқа берілген. Бүгінде мәдениет үйінде домбыра, вокал, қолөнер және қосымша үйірмелер жұмыс істейді. Оларға 115 бала қатысады. Мамандардың айтуынша, екі бірдей шәкірт үйірмеде көрсеткен жақсы нәтижесінің арқасында жоғарғы оқу орнына қабылданыпты. Атап өтетін жетістіктер өте көп. Менде қазір көптеген шәкірттеріміз бар. Мына жерде қарасаңыздар, көптеген аудандық, облыстық, республикалық конкурстарға вокалдан көптеген шәкірттерім шықты. Осы мәдениет үйірмесінен атап айтатын болсам, 2 оқушым осы үйірмеден грант ұтып алды. Екеуі де Алматы қаласындағы Жемқу үлкен қыздар ұлттық университетінде түлегі, біреуі қазір магистрант, біреуі 2-ші курс студенті. Аталмыш мәдениет үйіндегі үйірмелердің бірі домбыра. Мұнда 2023 жылдан бері Арманбек Нұрмағамбетов балаларға ұлттық аспапта ойнауды үйретіп келеді. Қазір 9 пен 16 жас аралығындағы 30-ға жуық бала қатысады екен. Конкурсқа қатыстық. Сол жерде 2-ші орын иелендік. Бұйыртса ол жыл сайын болып тұратын конкурс қой негізі. Соған бұйыртса Алматыдағы осы жақында болатын. Соған дайындалып жатырмыз. Ауылдағы осы бір өнер ордасының тіршілігін біз өз көзімізбен көріп қайттық. Талантты балалардың талабын шыңдап жүрген жандар әлі де зор нәтиже көрсетеміз деп отыр. Нұрбақыт Мұсатилалы, Дәулет Акимов, Еркебұлан Болатұлы, Қордай, 24 Ньюс.